жарым болғанда ау ятарсың сен мені. Күрең атты үкілеп мінген қандай, мініп алып қыстауға шапқан қандай, саяқтап сап күреңді қысырын жеңгесінен бөлген қандай, сылтып басып аяғыңды жайменен ау қысырын терезесін қаққан қандай, қыз шығады күлімсіреп қыз алдыңнан үшіп еткізіп бетінен сүйген қандай, не деген аппетит. Сол кездерде мынағынан келіп қалып, тар төсекте тар шапанды жамылып жатқан қандай, сол жерде айтылмайды, сыр қалмайды, кілт ашып сарсаңды ашылғандай, ақ терде көк тер болып шапан асты болған қандай, болған қандай. Болған соң қыз дауылды ойнақшытып шақшаңды қағып атқан қандай, айдың жарығымен сайда қатты тапқан қандай, ауылыңа сен қайтарсың әліңді айтып, атыңа бәйгілі болып мақтан қандай, наличке атақ. Ат жөніңізді айтып жіберіңіз енді. Ат жөніңіз. Ат жөн? Не алды екен? Аты жөнің. Менің атым Меңдіғараева Гүлмира. Меңдіғараева Гүлмира. Ойбай. Олши. Ат жөнім ба? Менің атым Ермағанбетов Ернар, күннің нұрындай болған Балғадиша әнімен орындалған. Осы Балғадиша әнімен танымын. Қумаш. Ол көте береді екен ме? Не қылайын онда? Атымды айтайын ба? Менің атым білсеңіздер Ибн Хасаб, Ибн Қатур, Ибн Сақып, Мери Джава, Инна Шахрух Хана, или Кім Насихун Ибн Саба. Фамилиямды айтайын ба, шырағым? Құп көтесің ол бәрі.